Сәлем, қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен өте ерекше кешкі ас не болмаса түскі асқа жасайтын тағамның рецептімен бөлісетін боламын. Егер рецепті жоғалтылмас үшін міндетті түрде каналыма подписаться жасап, қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Алдымен қазанымызға аздаған май қыздыртып, оған аздаған вермишелімізді салып алатын боламыз. Вермишелімізді кішкене біраз уақыт қызартып қуырып алатын боламыз достар. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, дәмі мүлдем өте ерекше болып шығады. Дәл осылай вермишелімізді қызартып қуырып алғаннан кейін алдын ала жуып тазартылған осылай күрішімізді салып, оны жақсылап вермишелімізбен араластыратын боламыз. Үстіне аздаған тұзымызды салып, жақсылап екеуін біркелкі араластырып алатын боламыз. Кішкене біраз уақыт араластырып майға қуырып алғаннан кейін оның үстінен аздаған суымызды құятын боламыз. Достар, керекті ингредиенттердің барлығын осы видеоның төменгі жағында описание бөліміне жазып қалдырамын, сол жерден қарап жасап көрсеңіздер болады. Дәл осылай енді үстінен суымызды құйып, біздің күріш пен вермишелімізден суы кішкене көптеу, дәл видеодағыдай етіп құйып алып, қақпағын жауып пісіруге қоятын боламыз. Қайнап пісіп суы тартылғаннан кейін міне біздің подливамыз, яғни рисовый вермишеліміз дайын. Дәл осылай пісіп шығады. Бір-екі араластырып, астын өшіріп қоясыздар, өзінің буымен қалған күріштеріміз пісетін болады. Дәл осылай араластырып, қақпағын жауып қойыңыздар. Содан кейін алдына гарнирге осылай күріш пісіріп, қасына подлива жасайтын боламыз. Подливасын жасау үшін алдымен қызып тұрған майымыздың үстінен осылай ұзынша ет туралған еттерімізді салып, біраз уақыт қуырып алатын боламыз. Менің етім тұздалғаннан кейін жуып, тазалап, содан кейін ғана етімді салдым. Содан кейін кішкене көпіршікті болып етім қайнап жатыр. Енді оның үстінен осылай ұзынша ет туралған пияздарымызды салып алатын боламыз. Барлығын салып алғаннан кейін жақсылап араластырып, пияз бен етімізді кішкене уақыт бұқтырып қуыратын боламыз, етіміз таза пісу үшін. Достар, менің каналыма кіріп көрсеңіздер болады. Каналымда 300-ден астам түрлі рецепттер өте көп. Каналыма кіріп, түрлі рецептерді көріп, жасап көрсеңіздер болады. Үй жағдайында жасалатын қарапайым рецепттер. Дәл осылай етімізді одан сайын жұмсақ ету үшін, әрі реңін беру үшін осылай соевый соуспен аздаған томат пастасын қосып, магазиннің не болмаса үйде қолмен жасалған томат болса да жарайды. Дәл осылай қосып, барлығын жақсылап араластырып алатын боламыз. Барлығын араластырып, татымына қарай тұзымызды салып, оны да жақсылап араластырып аламыз. Араластырып, қақпағын кішкене уақытқа жауып, кішкене бұқтыратын боламыз. Орташа отта қойып, кішкене қайнатып алатын боламыз. Міне дәл осылай қайнап, біздің етіміз 5-10 минут қайнап, осылайша етіміз жұмсақ болып пісу үшін кішкене қайнатып, осылай дайындап аламыз. Енді пісуіне жақын қалған кезде осылай қызыл көк болгарскийлерімізді осылай турап, қосып, барлығын жақсылап араластырып алатын боламыз. Барлығын араластырып, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша сәбіз не болмаса, дәл мен сияқты картоптарды ұзынша етіп қоссаңыздар болады. Мен картоп қосып, барлығын араластырып, қақпағын жауып, осылай аздаған уақыт бұқтырып пісіріп алдым. Осымен біздің подливамыз дайын. Енді гарнирдегі осылай күрішіміз бен вермишелімізді дәл осылай тарелкамызға, пиаламызды сулай отырып, формасын шығарып, дәл осылай аударып, бетіне подливамызды қойып, қонақтарымызға, достарымызға ұсынамыз. Егер рецепт ұнаған болса, міндетті түрде жоғалтылмас үшін каналыма подписаться жасап, қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Дәл осылай укроп сеуіп, достарыңызға, қонақтарыңызға, балаларыңызға ұсынсаңыздар болады. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Алмагүл. Көп-көп рахмет.